Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қаттама нанның рецебімен бөлісетін боламын. Жұма күні ес шығарып нан пісіргенде осы нанды пісірсеңіздер болады. Ерекше дәмді, әрі ыстық күйінде тез желініп кетеді. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай слой-слой болып, осылай әдемі болып пісудің қыр-сырын осы видеомда айтатын боламын. Менің каналыма жазылып, осы видеома лайк басып, және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші, осы қаттама нанға керек заттарымыздың бәрін дайындап аламыз. Ұнымызды алдын ала електен өткізіп аламыз. Содан кейін ұнның осылай ортасын ашып қоясыздар. Суымызға жарты ас қасық қантымызды салып, жақсылап араластырып, қазір осыны ұнның үстіне құйып, қамыр илейтін боламыз. Су менде бөлме температурасындағы су, жылы су емес. Міне ұнымыздың үстіне қостық. Енді ұн мен суды біріктіріп, қамыр илейміз. Қамырымыз осылай жинала бастаған кезде бір ас қасық сұйық май қосамыз, және қамырымызды жақсылап тағы да илейтін боламыз. Қамырларыңыз жабысып жатса, сәл-пәл ұн сепсеңіздер болады, бірақ көп ұн сеппеңіздер, қамырларыңыз қатты болып кетеді. Және де осы жерде бір айта кететін нәрсе, ол қамырдың иі қанғанша жақсылап 15-20 минуттай басып, қамырдың иін қандырасыздар. Бір-екі басып қоя салмаңыздар. Міндетті түрде қамырды иі қандырып, біраз басып, осылай арасындағы ауаларын шығарасыздар. Қамырды басып болғаннан кейін бетіне осындай пищевая пленканы жауып, 20 минутқа қамырларыңызды демалуға қалдырасыздар. 20 минут қамыр демалып, жұмсарып, әдемі қамыр пайда болады сіздерде. Дайын болған қамырларыңызды теңде 2 бөлікке бөліп аласыздар. 1-2 бөлікке бөлесіздер. Қазір осының бір бөлігін жаңағы алып қойып, екінші бөлігінен қазір нанды оқтаулап жаятын боламыз. Ұн сеуіп аласыздар, жабысып жатса нандарыңызға. Оқтаудың екі шетінен бассаңыздар, қамырларыңыз әдемі болып жайылады, дөптеңгілік болып. Жайғанда да қамырды өте жұқа қылдырып жайыңыздар. Міне, жұқалығы осындай болу керек. Біздің қамырымыз жайылып болды. Енді осының үстіне ерітілген сары майымызды жағып шығамыз. Қамырдың тең жарты бөлігіне жағасыздар. Ең бірінші сары майды осы дәл видеода көрсетілгендей етіп жағыңыздар. Менде сары майдың проценті 82,5%-тен жоғары. Егер сіздер маргарин қолданатын болсаңыздар, маргариннің жартысын сары май, жартысын маргарин қылып қолданыңыздар. Сонда жақсы шығады. Келесі қамырдың екінші бөлігін осылай жабамыз, жаңағы май жағылған бөлігіне. Және үстіне тағы да осылай сары майды жағып шығамыз. Енді осындай ұзын-ұзын бөліктерге бөлеміз. Менде 7 бөлік шығады, міне. Осы бір наннан 7 бөлікке бөлдім. Содан кейін осылай рулет құсап орайсыздар. Нанымыздың екінші бөлігінде дәл осылай етіп жайып, дәл осылай орап 7 бөлікке бөліп аласыздар. Барлығы сонда 14 бөлік шығады. 14 қаттама нан шығатын болады. Енді осыларды салафановый пакетке салып, тоңазытқышқа 20-25 минутқа саласыздар. Сол 20-25 минут тоңазытқышта тұрғанда сіздердің нандарыңыз демалып, кішкене тоңазып, солай әдемі болып тұрады. Менде 25 минут тұрды. 25 минуттан кейін мен нандарым осындай әдемі болып қатып, бірігіп майларымен қолды мына жайған кезде оқтаудың көмегінсіз қолдарыңызбен ақ жайсаңыздар болады. Қолға ешқандай да жабыспайды. Оп-оңай осылай екі қолыңыздың көмегімен жайып шығасыздар. Қатты жұқа да емес, қатты қалың да емес. Қазір көрсетем. Қандай қалыңдықта болу керек екен. Міне осындай қалыңдықта болу керек. Осылай қамырларыңызды дайындап аласыздар. Келесі
табамызға, қызып тұрған табамызға май құямыз. Майды көп құймаңыздар, себебі сіздердің нандарыңыз өзіне сорып алады, көп май құйсаңыздар. Сондықтан майды шамалы ғана, дәл видеодағындай етіп құйып, үстіне нанымызды саламыз да шанышқының көмегімен осылай тесіп шығасыздар, арасындағы ауаларын шығарып, сосын осылай айналдырып аласыздар қолдарыңызбен, барлық жеріне бірдей май тию үшін. Міне біздің бір жағы пісті, 1-2 минутта піседі. Бір жағы осылай қызарған кезде екінші жағын аудара бересіздер. Содан кейін плиталарыңыздың астын орташа режиміне қоясыздар, қатты ыстығына қоймаңыздар, нандарыңыз піспей қалады, не болмаса күйіп кетеді. Менің осы рецебім бойынша менде 14 осындай кішірек қаттама нан дайын болды. Сіздер үлкендеу қылдырып та жасасаңыздар болады. Міне дәл видеода көріп тұрсыздар, өте әдемі болып шықты. Видеома лайк басып, комментарий қалдырып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз.